Бауырларым, қарындастарым, Рамазан есігімізді қаққалы тұр. Бәріміз Рамазан айының маңызын түсінуіміз керек. Әр жыл сайын келеді. Келесі жылда келеді. Кейінде келеді. Кейбіреулер тамақ жемейтінімізді, су ішпейтінімізді көрсетуіміз керек деп ойлап жатыр. Тіпті кейбіреулер Рамазанда оразаны ұстауымыздың себебі біз тамағы жоқ аш адамдардың не сезетінін сезінуіміз керек дейді. Осы сөзді жиі естиміз. Егер расымен солай болса, неге кедейлер де ораза ұстайды? Рамазанда ораза ұстауымыздың себебі біз өзімізді, нәпсімізді игеруді үйренеміз. Негізі көптеген себебі бар. Бірақ сіздерге ең маңыздысын айтайын. Бірде досым, мен және мұсылман емес бір кісі бірге сапарда болдық. Мұсылман емес кісі бізден, неге сіздер мұсылмандар ораза ұстайсыздар деп сұрады. Көптеген адамдар жауабын білмейді. Тіпті досым да не үшін ораза ұстайтынымыздың себебін нақты білмеді. Көптеген мұсылмандар білмейді. Ораза ұстауымыздың себебі біздің денемізде екі қозғаушы нәрсе бар. Олар адамды осы дүниеге байлайды. Екі қозғаушы зат. Соның бірі ол қарнымыз. Бұл дүниеде көптеген нәрселерді қарнымыздың қамы үшін істейміз. Қарнымыз қалайтын тамақты іздейміз дегендей. Екінші қозғаушы зат қос аяғымыздың арасында. Еркекте де, әйелде де бар. Қарама-қарсы жыныстағы адамға құмарту сезімі осы дүниеге байлануымыздың екінші себебі. Адамдарға байланамыз. Бұл екі қозғаушы нәрселер қарынның қалауы және екі аяқтың арасындағы нәрсенің қалауы. Бұлар адамды осы дүниеге байлайтын басты екі нәрсе. Алла бізге 30 күн бойы бізге осы екі қозғаушы нәрселерге ие болуды бұйырды. Алла бізге тамақ ішпе, су ішпе. Бұл нәрселер алғашқы қозғауышқа қарнымызға қатысты. Және Алла тағала Рамазан айында өзіңіздің әйеліңізбен немесе күйеуіңізбен жыныстық қатынасқа түсуді шектеді. Не себепті деп ойлайсыз? Себебі, біз бұл екі нәрсені шектеу арқылы бізді осы дүниеге байлайтын нәрселерді әлсіретеміз. Кейін Алла тағала енді өзіңді ақыретке, өзіңді Алла тағалаға байла. Пікірлеу арқылы, білім алу арқылы, зікір жасау арқылы, дұға жасау арқылы, Құранды көп оқу арқылы, бұл нәрселердің бәрі бізді Аллаға жақын етеді. Түнде нәпілдер оқу арқылы, Алланың алдында тұру арқылы. Сонымен біз екі нәрсені істеуіміз керек екен. Біріншіден, қозғаушы заттарды тыю арқылы дүниеге байланбаймыз. Бұл қарнымыз және аяғымыздың арасындағы нәрселердің қалауын шектеу. Екіншіден, біз өзімізді ақыретке дайындай бастаймыз. Ақыретке назар сала бастаймыз. Дайындық жасаймыз. Осы екі нәрсені орындауымыз керек. Арамызда әр Рамазан айында тек тамақ жемей және су ішпейтін адамдар бар. Сіздер тек бірінші қозғаушыны шектеп жатырсыздар. Шамамен мұсылмандардың 70% Рамазан айында ораза ұстайды. Осы ораза ұстаған мұсылмандардың 70%-ның 5%-дан азы ғана Рамазанның қадір қасиетін біледі. Рамазан келгенде адамдар жақсы, тамақ жемеймін, су ішпеймін, әйеліммен қосылмаймын, қиын емес, 30 күн шыдаймын дейді. Сөйтіп Рамазанның басынан бастап, аяғына дейін жетіп, оларда ешқандай өзгеріс болмайды. Көптеген мұсылмандар ораза ұстағандардың 95%, 90-нан артық пайызы Рамазанның басынан аяғына дейін ауыз бекітіп, не нәрсеге қол жеткізеді? Еш нәрсеге. Ораза біткесін бұрынғыша ас ішуге болады. Оның себебі, олар екінші нәрсеге, ғибадатқа мән бермей, іштерінде ақыретке ұмтылдыратын алауды жақпады. Алланы еске алып, зікір жасап, Құран оқығанда басқаша болар еді. Бірақ олар тек ішпеу, жемеумен шектеледі.